қадірменді бауырлар, мына мемлекеттік тілді жаңа айттым ғой, жыл сайын қолдау акциясын өткізіп жатырмыз ғой. Биылғы хатқа, мемлекеттік тілді дамыту туралы хатқа бірнеше партияларда қол қойған. Ал енді сол кейбіреулер дұрыс кейбір жерден түсінбей қалып, әртүрлі пікірлі, оны газеттер әртүрлі саққа жүгіртіп жіберді. Бірақ кейін біздің ұстап отырған бағытымыздың дұрыс екендігіне көз жеткізіп, өздері осыған жан салып жатыр қазір. Сондықтан біз мына мемлекеттік тіл барлығымызға біреу, барлық партияға бір мемлекеттік тіл болу керек. Сондықтан ол өзімізді қолдаған, мемлекеттік тілді қолдаған партияның барлығына да біз қырын қарамауымыз керек, оларды мүмкіндігінше бауырымызға тартуымыз керек. Ал енді сөз жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясының тем төрағасы Болат Әбіловке беріледі. Құрметті қауым, құрметті қандастар, сәлеметсіздер. 20 жыл бұрын тәуелсіздікті алғанда, егемендікті алғанда, 20 жылдан соң 21-ші ғасырдың 11-ші жылында қазақ тілін қорғаймыз деп ойладық па? Жоқ, ойлаған жоқпыз. Үкімет әлемде бостандығын, тәуелсіздігін алып, тілін алмай жүрген бізде ел бар ма? Жоқ. Кеңес одағы кезінде Кавказ, Прибалтика, Орталық Азия елдері тіл мәселесін шешіп алған болатын. Тіл мәселесі бұл елдерде түбегейлі шешілген. Тіл мәселесі бұл елдерде жоқ. Қайда бар? Тек қана бізде, Қазақстанда. Қазақ халқы үшін тіл мәселесі ең бірінші маңызды, басты мәселе. Шындықты айтайық, 20 жылда тіл мәселесі шешілмегенге кім кінәлі? Президент кінәлі ма? Билік кінәлі ма? Парламент кінәлі ма? Нұр Отан кінәлі ма? Халқына жаны ашымайды. Осыны қалай түсінуге болады? Құрметті қалайық. Біз саясаткер ретінде облыстарды аралап, халықпен жиі кездесеміз. Бүгінде халықтың жағдайы аймақтарда өте жаман, өте нашар, білесіздер. Қазақтар көп тұратын батыс, оңтүстік облыстарды аралағанда біз тікелей сұрақ қоямыз. Сіздерге ең маңызды бүгін мәселе қандай? Кедейшілік бар ма? Жұмыссыздық бар ма? Әдебиетсіздік бар ма? Жемқорлық бар ма? Дәрігерлік жәрдем жетіспейді деп бір ауыздан жауап берді. Бізді осындай маңызды мәселелерді ұмытпайық, ағайлар. Осындай маңызды мәселелер шешілмесе, қазақ халқы бай болады ма? Жоқ. Қазақ халқы білімді болады ма? Жоқ. Қазақ халқы риза болады ма? Жоқ. Құрметті қалайық, бүгінде батыста, Маңғыстауда, Жаңаөзенде 4 айдан бері қайнаған күннің астында мыңдаған бауырларымыз, мұнайшылар қайтпайтын қайсарлықпен билікке бой көрсетіп тұр. Оларды да ұмытпайық, оларды да қолдайық. Құрметті жиналған қауым, мұнайшыларды қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Біз мұнайшы, батыр бауырларымызбен біргеміз. Мен қазақ азамат ретінде біздің партия қазақ тілі үшін, еліміз үшін, халқымыз үшін, егемендігіміз үшін
жанымызды беруге дайынмыз.